Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз ақпарат, оның мазмұны, түрлері мен қасиеттері. Жалпы ақпарат дегеніміз не? Ақпарат бұл бізде қоршаған ортадан алынатын белгілі бір мағынасы бар мәліметтер жиынтығы. Яғни ақпарат термині бізде латынның түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымдарын білдіреді. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білім, мағына, құрылым, сезіну және тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты болып келеді. Яғни ақпарат объектілердің, процестердің және құбылыстардың қасиеттері мен қатынастарын белгілейді. Жалпы ақпараттық технологиялар адамзат өмірінің барлық салаларында қолданылады. Ерекше маңызды рөл атқарады деп айтсақ та болады. Яғни ағымдағы әлеуметтік процестер жүзеге асыру үшін ғылыми білім мен материалдық тәжірибе шоғырланған, ал еңбек, уақыт, энергия, материалдық шығындар үнемделеді. Жалпы ақпараттық көздер дегеніміз не? Ақпараттық көздер бұл айналамызда бүкіл әлемде күнделікті болып жатқан оқиғалар, көріністер, нақты деректер. Сондай-ақ журналистің жазған материалына, дайындаған бағдарламасына арқау еткен дәйегінің түп негізі болып табылады. Бізде ақпараттың көздері әртүрлі болып келеді. Соның бірі бізде жазбаша ақпарат көзі, яғни жазба арқылы ақпарат жеткізу адамзат тарихындағы ең үлкен жетістіктердің бірі. Оған мысал үшін біз кітаптарды, газеттер мен журналдарды, құжаттар мен архивтерді жатқыза аламыз. Және де бізде техникалық ақпарат көздері бар. Бұған біз теледидар, радио, компьютерлік жүйелер, телефонмен байланыс құралдарын жатқыза аламыз. Ал электрондық ақпарат көздеріне бізде интернет, әлеуметтік желілер, мобильді қосымшаларды жатқызамыз. Ал ғылыми ақпарат көздері бізде яғни ғылыми зерттеулер, ғылыми еңбектер, диссертациялар, конференциялар, білім беру мекемелері жатады. Ал бұқаралық ақпарат құралдарына бізде жаңағы телевидение, радио, газеттер мен журналдарды жатқыза аламыз. Яғни осы ақпарат көздері арқылы біз нақты, яғни күнделікті болып жатқан айналамыздағы нақты деректерді ала алатын боламыз. Жалпы ақпараттың өзектілігі дегеніміз не? Ақпараттың өзектілігі, яғни актуалдығы, оның белгілі бір уақыт аралығындағы пайдалы, қажетті және құнды болуы, яғни өзекті ақпарат пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес келу және уақыт талабына сай болуы тиіс. Яғни ақпарат тез ескіретін ресурс болғандықтан, оның өзектілігін сақтау өте маңызды. Егер ақпарат ескі немесе ескірген болса, ол дұрыс емес шешімдер қабылдауға немесе қателіктер жазуға әкелуі мүмкін. Мысалы үшін, қаржы саласын қарастыратын болсақ, немесе денсаулық сақтау саласында, яғни аурулар туралы ақпарат пен емдеу әдістері бізде уақытылы болу керек. Немесе ауа райы болжамдары бірнеше күн бұрынғы ақпарат ескіріп пайдасы болуы мүмкін. Сол секілді. Яғни ақпараттың өзектілігіне әсер ететін негізгі факторлар да бар. Ол бізде яғни уақыт, ақпарат берілген сәттен бастап оның қанша уақыт ішінде өз маңызын сақтайтыны, құзыреттілік, яғни ақпараттың дерек көздің сенімділігі мен беделділігі, контекст, яғни ақпараттың белгілі бір жағдайға сәйкес келуі, қажеттілік, яғни пайдаланушының нақты қажеттіліктеріне жауап бере алуы. Яғни бұл ақпараттың өзектілігі ақпараттың маңыздылығы мен пайдалылығын анықтайтын басқа факторлардың бірі болып табылады. Яғни бұл ақпарат бізге дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі, ал ескі немесе жалған ақпарат ол адамды адастыруы мүмкін. Сондықтан ақпараттың уақыттылығын, сенімділігін және қажеттілігін үнемі тексеру маңызды болып табылады. Жалпы ақпаратты сақтау құрылғылары, біз ақпаратты үнемі сақтаймыз. Мәліметтерді белгілі бір уақытқа дейін немесе ұзақ мерзімге сақтау үшін қолданылатын құрылғылар немесе материалдар, олар әртүрлі технологияға негізделген және ақпаратты сақтау, өңдеу, тасымалдау мүмкіндіктеріне ие. Және де ақпаратты қауіпсіз, яғни ақпаратты сақтағаннан кейін де оны қолжетімді, құпиялығы және тұтастығын қамтамасыз ететін шаралар мен әдістер жиынтығы болады. Яғни жеке тұлғалар, ұйымдар мен мекемелер үшін өте маңызды болып келеді. Өйткені ақпараттың жоғалуы, өзгертілуі немесе ұрлануы үлкен қауіптерге әкелуі мүмкін. Жалпы ақпараттың қорғау әдістерін 4 түрін қарастыратын боламыз. Олар яғни ақпараттық, криптографиялық, программалық және ұйымдастырушылық болып 4-ке бөлінеді. Ақпараттық әдістер, яғни деректерді қорғау үшін ақпараттық саясаттар мен регламенттерді пайдалану болып табылады. Ал программалық әдістер антивирус, брандмауэр, шифрлау сияқты бағдарламалық құралдарды қолдану. Ал криптографиялық әдістер ақпаратты шифрлау және кодтау арқылы қорғау болып табылады. Ал ұйымдастырушылық әдістер қызметкерлерді оқыту, қауіпсіздік ережелерін сақтау, яғни рұқсатты басқару болып табылады.
яғни ақпараттық қауіпсіздікке төнетін қауіптер де бар. Яғни кибер шабуылдар болуы мүмкін, ішкі қауіптер болуы мүмкін, ақпараттың жоғалуы немесе бүлінуі болуы мүмкін. Яғни кибер шабуылдар ол яғни вирустар мен зиянды бағдарламалар, хакерлік шабуылдар болуы мүмкін. Ал ішкі қауіптерге қызметкерлердің ақпаратты ұрлауы және жариялауы, қасақана зиян келтіру, яғни вирустар енгізу, деректерді жою болуы мүмкін. Яғни осы ақпаратқа төнетін қауіптерден біз осы ақпаратты және қорғау әдістері, осы 4 түрлі әдіс арқылы қорғана алатын боламыз. Жалпы ақпараттың түрлері бойынша мәтіндік ақпарат бар, сандық ақпарат, графикалық ақпарат бар. Яғни мәтіндік ақпаратқа жаңағы кітап, газет, мақаланы жатқызатын болсақ, сандық ақпаратқа калькулятордағы сандар мен статистиканы жатқыза аламыз. Ал графикалық ақпаратқа жаңағы біздің карта, диаграммаларды жатқыза аламыз. Бізде ақпарат көздерін салыстыру, яғни бізде ресми ақпарат 50%, бейресми ақпарат 30%, бейресми ақпарат дегеніміз жаңағы әлеуметтік желілер, жеке әңгімелер болып табылса, ресми ақпарат мемлекеттік органдар және ғылыми деректер. Бірінші дерек көздер 15% алып жатыр, олар яғни куәгерлер, түпнұсқа құжаттар. Екінші дерек көздер 5% алып жатыр, олар газет пен телебағдарламалар. Дәлдік және сенімділік ақпараттың маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Олар ақпараттың сапасын, шынайылығын және оны қолданудың тиімділігін анықтайды. Жалпы ақпараттың қасиеттері. Біз ақпаратты сыртқы және ішкі қасиеттерін бөліп қарастыратын боламыз. Ақпараттың сыртқы қасиеттері дегеніміз, оның адам мен техника үшін қабылдану және өңделу ерекшеліктеріне байланысты сипаттамалар болып табылады. Негізгі сыртқы қасиеттеріне бізге көлемділік, яғни ақпараттың мөлшері, оның қанша дерек пен мәліметтен тұратыны, өндірілу жылдамдығы, ақпараттың пайда болу және таралу жылдамдығы. Кодтаулар, яғни ақпараттың берілу формасы, яғни мәтін түрінде болуы мүмкін, сандық дерек болуы мүмкін, ол немесе сурет ретінде болуы мүмкін. Және таратылу тәсілі ақпараттың ауызша, не жазбаша, немесе электронды, немесе басқа да жолмен берілуін біз таратылу тәсілі арқылы деп айтамыз. Және қабылдану тәсілі адамның сезім мүшелері арқылы, яғни көру, есту, сезу немесе техникалық құрылғылар көмегімен қабылдану, осы қабылдану тәсілі. Сақталу түрі, яғни ақпараттың қағазда, не болмаса электронды құралдарда, немесе басқа тасымалдағыштарда сақталуы. Ал ақпараттың ішкі қасиеттері, оның сапалық сипаттамалары, яғни мазмұны мен мәніне байланысты ерекшеліктері. Негізгі ішкі қасиеттеріне бізге мыналар жатқыза аламыз, яғни дәлдік, ақпараттың шындыққа сәйкестігі және қателіктердің болмауы, толықтық, яғни ақпараттың белгілі бір мәселені шешу үшін жеткілікті болуы, актуалдылық, яғни өзектілік, ақпараттың уақыт талабына сай ескірмеуі, сосын бізде құндылық, яғни ақпараттың пайдаланушы үшін маңызы, түсініктілік, яғни ақпараттың қабылдаушыға түсінікті түрде берілуі, қолжетімділік, яғни ақпараттың қажетті адамдар үшін ашық немесе шектеулі болу, объективтілік, ақпараттың субъективті көзқарастардан тәуелсіз нақты деректерге негізделуі. Жалпы ақпараттың бірнеше жолмен берілетінін қарастырдық, ақпараттың қасиеттерін, ақпараттың тарау жолдарын, ақпараттық қауіпсіздіктерді қарастырылдық. Жалпы осы жаңағы айтып өткендеріміздің бәрін қорытындылай келе, басында айтып өткенде ақпарат қоршаған орта мен қоғамдағы құбылыстар, яғни процестер, айналамызда болып жатқан оқиғалар, жағдайлар туралы мәліметтерді қамтитын маңызды ресурс болып табылады. Яғни бізде ақпараттың дұрыс және тиімді қолданылу үшін оның барлық қасиеттерін ескеру маңызды. Бұл өз кезегінде ақпаратты өңдеу, тарату және сақтаудың барлық кезеңдеріне жоғары сапалы және сенімді нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Енді қорытындылай келе, ақпарат адам өмірінің барлық саласында маңызды рөл атқарады. Ақпараттық технологиялардың дамуы, оның жылдам таралуына, өңделуіне және сақтауына мүмкіндік береді. Сондықтан ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу, оны сұрыптау және бағалау қазіргі заманғы ең маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Осымен біздің сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.